far for Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational! Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a... Удар Месси! Гол! Какой гол! Лео Месси! Айып соққысынан, яғни штрафнойдан соғылған голдар сөзсіз футболдың нағыз сәні мен қызығының бірі десек артық айтқанымыз емес. Өкініштісі қазіргі тактикаға қатты негізделген заманауи футбол салдарынан мұндай ерекше голдар күрт азайып кетті. Бүгін біз айып соққысынан соғылған ерекше әдемі голдарды еске салып, ең үздіктерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен футбол тарихындағы айып соққысынан соғылған топ 10 ең үздік голдарды бірге тамашалайық. Бастамас бұрын сіздер қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Олай болса, бастайық. жылы Чемпиондар Лигасының 8-ден 1 финалында Барселона мен ПСЖ арасындағы тарихи ойын орын алды. Алғашқы матчта 0-4 есебімен ұтылған Барсаға таңғажайып камбек жасау қажет болды. Ақырғы минуттарға қарай есеп 3-1 болып жатқан сәтте Неймар айып соққысын орындауға өзі келді. Қашықтық сонша үлкен емес, бірақ қысым өте зор. Неймар допты қақпа маңдайшасының астына қарай дәл бағыттап, есепті 4-1-ге жеткізді. Бұл гол командаға үміт сыйлап қана қоймай, сол тарихи камбектің бастауы болды. Таза шеберлік. жылы Уэльстік вингер Гарет Бейл Тоттенхем сапынан Реалға ауысқаннан кейінгі алғашқы ойындарының бірінде Чемпиондар Лигасы аясындағы Галатасарайға қарсы матчта айып соққысынан керемет гол соқты. Қақпаға дейінгі қашықтық 35 метрге жоқ болатын, бірақ Бейл үшін бұл кедергі емес. Жойқын бағытталған доп ауада ерекше траекториямен ұшып, қарсылас қақпасына әдемі гол соғылды. Бұл соққының күші мен жылдамдығынан қатты болғаны соншалық, қақпашының әрекет етіп үлгеруге еш мүмкіндігі болмады. Нағыз зымыран соққы. Жылдың сәуірінде Чемпиондар Лигасының ширек финалы қарсаңында Арсенал өз алаңында Реалды 3-0 есебімен тас-талқан етіп барлығын таңғалдырған болатын. Сөзсіз бұл матчта жартылай қорғаушы Деклан Райс жасындай жарқырап, сол матчтың үздігі атанды. Ең қызығы бұл матчқа дейін Райс ешқашанда айып соққысынан гол соғып көрмеген. Ол сол күні Реалдың қақпасына айып соққысы арқылы бір емес, 2 керемет гол соқты. Кездесудің 70 минутында ағылшынды ойыншы Куртуа қорғаған қақпаны 25 метр алыс нүктеден дәл көздеп, керемет гол соқты. Зулап ұшқан доп қақпа тоғыздығынан бір-ақ табылды. Бұл гол Арсеналдың 3-0 есебімен жеңіске жетуіне үлкен үлес қосып, бүкіл Еуропаны таңғалдырды. Құрметті көрермендер, бірер секунд назар аударсаңыздар, видеоларымызды тамашалайтындардың көбісі әлі де біздің арнаға тіркелмеген екен. Сіз де солардың қатарындасыз ба? Егер видео ұнап жатса, дәл қазір арнаға жазылып, лайк басып жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ тілінде футбол жайлы сапалы контент жасау сіздердің қолдауларыңызға тікелей байланысты. Біле жүріңіз, сіздің әрбір лайк басып тіркелуіңіз біз үшін үлкен мотивация. 2014 жылғы Бразилияда өткен әлем чемпионатының ширек финалында алаң қожайындары Колумбиямен кездесті. Матчтың 69 минутында бразилиялық қорғаушы Давид Луис айып соққысын орындау мүмкіндігіне ие болды. Қақпаға дейінгі қашықтық 30 метрден астам. Көптеген ойыншылар бұл қашықтықтан пас беруді жөн санар еді.
Бірақ Давид Луис тәуекелге бел буды. Ол қатты жойқын соққы жасап, нәтижесінде доп қақпаның тура тоғыздығына дәл қадады. Колумбияның тәжірибелі қақпашысы Давид Оспина бұл соққыны қайтаруға қауқарсыз болды. Бұл гол арқылы Давид Луис есепті 2-0-ге жеткізіп, Бразилияның жартылай финалға өтуін қамтамасыз етті. Қорғаушының орындауындағы нағыз шедевр. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Бұл гол ағылшын футболының тарихындағы ең драмаға толы сәттердің бірі. 2002 жылғы әлем чемпионатына тікелей жолдама алу үшін Англия құрамасына Грекиямен тең ойнаудың өзі жеткілікті болатын. Матчтан 93 минутында ағылшындықтар гректерге 1-2 есебімен жеңіліп жатты. Соңғы минутта айып соққысын орындауға Дэвид Бекхэм келді. Дәл осы эпизодта стадиондағы жанкүйерлер түгелдей бір сәт үнсіздікте қалды. Бекхэм өзіне шебер оң аяғымен допты шар айналдырып, қақпаның дәл тоғыздығына қадады. Бұл гол Англияны әлем чемпионатына алып шықты. Нағыз көшбасшылық пен шеберліктің үлгісі. жылдың қазан айында жұлдызды шабуылшы Маркус Решфорд айып соққысынан тарихтағы ең әдемі голдардың бірін соғып, бәрін таңғалдырды. Бұл физика заңдарын бұзатын соққылардың қатарына жатады. Қақпаға дейінгі қашықтық өте алыс болғанымен, Решфорд топқа Криштиану Роналдудың наклбол стилінде жойқын соққы жасады. Зеңбірекше зулаған доп ауада ерекше траекториямен ұшып, қақпаның дәл тоғыздығынан табылды. Қақпашының өзі доптың қай жерге ұшқанын байқамай да қалды. Фантастикалық орындау. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. For distance, power, accuracy, and indeed significance, Marcus Rashford can count that amongst his best. Ендігі кезекте Атлетико Мадрид шабуылшысы Хулиан Альварестің супер голы. Ол 2025 жылы Бетиске қарсы ойында өзінің айып соққысына шебері екендігін бүкіл әлемге паш етті. Қақпадан өте алыс нүкте болатын. Мұндай жағдайда көп ойыншылар қақпаға тура соққы жасаудан тартынады. Алайда Хулиан Альварес сенімді әрі салқынқанды түрде қарсылас қақпасын нысанаға алып, керемет стилде гол соқты. Аргентиналық футболшы көшке салып жойқын соққы бағыттаудың орнына баяу, бірақ дәл соққы жасауды жөн санады. Бұл гол ойыншының тактикалық зейіні мен техникалық шеберлігінің айқын көрінісі болды. Үшінші орында Лео Мессидің Ливерпульге соққан ғаламат голы. 2019 жылы Чемпиондар Лигасының жартылай финалында Барса өз алаңында Ливерпульді қабылдап, сенімді түрде жеңіске жеткен болатын. Дәл осы ойынның 82 минутында Лионель Месси жалғыз өз мансабындағы ғана емес, жалпы футбол тарихындағы ең әдемі голдардың бірін соқты. Ол бірден тікелей жойқын соққы бағыттаудың орнына қиыннан қиыстырып, топты тосқауылда тұрған ойыншылардың үстінен асырып жіберуді жөн санады. Қарсылас қақпасында әлемнің ең үздік қақпашыларының бірі Алисон Бекер болатын. Алайда Мессидің соққысын қайтаруға оның өзінің шамасы жетпеді. Аргентиналық данышпан допты тоғыздыққа дәл қадады.
Leo соққан бұл гол дәл сол маусым қорытындысы бойынша Чемпиондар Лигасының ең үздік голы ретінде мойындалды. Но, видимо, Лео будет все же бить. Удар Месси. Гол! 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 Какой гол! Лео Месси! Отдайте сегодня золотой мяч Месси, пожалуйста. Прямо сегодня. Напечатайте на 3D принтере. Как вот так вот, играя, забить Ливерпулю 3 и ничего не пропустить? Просто чума и удар Лео Месси. Топтамамыздың екінші орнына Роберто Карлостың ғаламат голы жайғасады. Жалпы бұл бразилиялық жұлдыз өзінің жойқын соққыларының арқасында талай жанкүйерлердің есінде қалған. 1997 жылы Франция мен Бразилия құрамалары арасындағы жолдастық матчта ол тарихтағы ең үздік әрі ең жойқын голдардан бірін соқты. Қақпадан 35 метр алыс нүктеден айып соққысы белгіленіп, барлық назар Роберто Карлоста болды. Ол алыстан жүгіріп келіп, сол аяғының сыртқы жағымен бар күшімен соққы жасады. Топ алғашында қақпадан мүлдем басқа жаққа кетіп бара жатқандай болған еді. Алайда траекториясы бірден өзгеріп, дәл қақпа торына кірді. Сағатына 105 шақырым жылдамдықпен зулаған зеңбірек соққыны қайтаруға қай қақпашы төтеп бере алады? Бұл мүмкін емес нәрсе. Бүгінгі үздік голдар топтамамыздың ең бірінші орнына әрине Криштиану Роналдудың фантастикалық голы жайғасады. Бұл 2009 жылдың 5 мамырында болған оқиға. Чемпиондар Лигасының жартылай финалында Манчестер Юнайтед Эмирейтс стадионда Арсеналмен кездесті. Матчтың 11 минуты айып соққысы тағайындалған нүкте қақпадан өте алыс әрі өте ыңғайсыз позицияда болатын. Шамамен 35-37 метрде қашықтық. Жалпы футболда дәл мұндай жерден қақпаға тікелей дәл соққы жасау өте ыңғайсыз әрі тиімсіз. Әдетте мұндай қашықтықтан ойыншылар көбінесе пас бере салады, немесе допты айып алаңына қарай әуелетеді. Бірақ та жас Роналдуға бәрібір болатын. Ол еш ойланбастан қақпаға өзінің стилінде наклбол арқылы жойқын соққы бағыттады. Ауада еш айналымсыз зымырандай ұшқан доп кенеттен бағытын өзгертіп, дәл қақпа торына барып қадалды. Қақпашы доптың қайда бара жатқанын түсінбей де қалды. Ол қашықтық, күш және дәлдіктің тамаша үйлесімі. Сөзсіз, нағыз чемпиондық гол. 35 yards and more. Too far for Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational! He went through Almunia, beaten for pace. And Manchester United have scored twice in a little more than 10 minutes here. And Cristiano Ronaldo has matched the scorcher he scored in Porto to leave Arsenal.